Шырғанақ алтын жидек денсаулыққа пайдасы мен қолдану тәсілдері. Сәлем оқырман, бүгін сіздерге шырғанақтың пайдасы жөнінде айтатын боламын. Ақпарат пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Байырғы дәстүрлі медицинада алтын жидек атанған шырғанақтың пайдасын білесіз бе? Бұл ерекше өсімдік адам денсаулығына орасан зор әсер етеді. Оның майы, шайы және шырыны көптеген аурулардың алдын алып, ағзаны табиғи түрде қорғайды. Бүгінгі видеода шырғанақтың құрамы, пайдасы және оның дұрыс пайдалану жолдары туралы айтатын боламын. Шырғанақтың құрамы. Шырғанақ табиғи дәрумендер мен минералдардың қайнар көзі. Оның құрамында С дәрумені иммунитетті күшейтеді. А дәрумені бета-каротин көздің көруін жақсартады, теріні қорғайды. Е дәрумені теріні жақсартады, ағзадағы жасушаларды қорғайды. Омега-3, 6, 7, 9 май қышқылдары жүрек қан тамырларын қорғайды. Флавоноидтар мен антиоксиданттар қартаю процесін баяулатады, қатерлі ісікке қарсы әсер етеді. Шырғанақтың денсаулыққа пайдасы. Иммунитетті күшейтеді. Жоғары С дәруменінің арқасында суық тию мен тұмаудың алдын алады. Асқазан ауруларына пайдалы. Шырғанақ майы гастрит пен жараны емдеуге көмектеседі. Жүрек қан тамырларын қорғайды, қан қысымын реттейді, қан айналымын жақсартады, теріні жасартады. Шырғанақ майы әжімдерді азайтады, күйік пен жараларды емдейді, бауырды қорғайды, уыттарды шығарып, бауырдың қызметін жақсартады, көру қабілетін жақсартады, көздің саулығын сақтайды, қаназдықтың алдын алады. Құрамындағы темір қан түзілуін жақсартады. Шырғанақты қалай қолдану керек? Шырғанақтың пайдасын көру үшін оны дұрыс қолдану маңызды. Бір ас қасық шырғанақ жемісін 250 мл қайнаған суға салып 10-15 минут тұндырады. Шырғанақ майы асқазан ауруларына күніне 1 шай қасықтан аш қарынға ішу ұсынылады. Шырғанақ шырыны ағзаны дәрумендермен байыту үшін 1-2 ас қасықтан ішуге болады. Косметикалық қолдану. Шырғанақ майын бетке жағып, әжімдер мен дақтарды азайтуға болады. Қарсы көрсетілген асқазанның қышқылдығы жоғары адамдарға шырғанақ майын абайлап қолдану керек. Өт жолдарында тас бар науқастарға қолдану ұсынылмайды. Аллергиясы бар адамдар дәрігермен кеңескені дұрыс. Қорыта айтатын болсақ, шырғанақ табиғаттың бізге берген ең құнды сыйларының бірі. Егер сіз денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, оны күнделікті рационға қосыңыз. Видеоны пайдалы деп тапсаңыз, лайк басып, арнамызға жазылыңыз. Сізбен бірге болған денсаулық арнасы. Келесі видеода кездескенше.